Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге осындай керемет 3D форматтағы электронды кітап жасаудың жолын көрсететін боламын. Алдымен электронды кітапты жасау үшін осы электронды кітаптың ішіне салатын бізде мәліметтер қажет болады. Яғни сіздер ол мәліметті алдын ала PowerPoint программасында немесе Word программасында жазып дайындап аласыз. Сіз электронды кітап жасайын деп жатырсыз. Енді оның ішіне қандай мәліметтер саласыз? Яғни бұның барлығын алдын ала ойластырып, жоспарлап жазып қоясыз. Мысалы, бастауыш сыныптарға арналған бір сиқырлы кітап жасап жатырсыз ба өзіңіздің? Немесе жоғары сыныптарға арналған кітап жазайын деп жатырсыз ба? Немесе мектепшілік тарататын әдістемелік нұсқаулық жазайын деп жатырсыз ба? Я алдын ала сіз өзіңіздің жазатын кітапқа жазатын барлық мағлұматыңызды арнайы бір программаға жазып сақтап аласыз. Мысалы, түрлі әдіс-тәсілдерге байланысты кітап жазайын деп жатқан шығарсыз. Бастауыш сыныптарға арналған не бір қызықты, мысалы, математикаларға байланысты, мысалы, қазақ тілге байланысты өзіңіздің шығармашылық бір жұмысыңызды жасағыңыз келсе, енді оны электронды кітапқа қалай айландырамыз? Ол үшін осылай барлығын арнайы бірінші кез келген программада жасап аламыз. Мысалы үшін сіздерге қазір мысал ретінде көрсетіп тұрмын. Мен мысалы PowerPoint-та осылай жасап алғанмын. Әдетте стандарт бойынша PowerPoint-та жасалған слайдтарымыз осылай көлденеңнен альбомная болып тұрады. Енді біз оны электронды кітапқа салуымыз үшін бұның форматын өзгертеміз. Яғни бұны дизайнға кіріп, сол жерден дизайнның ішінен ориентация слайдадан книжная деген форматқа ауыстырамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, біздің мына кітабымыздың форматы ұзын, книжнаяға ауысты. Енді бұны книжнаяға ауыстырып болғаннан кейін, енді оны біз сақтаймыз. Сақтаған кезде бұның форматын PDF форматқа ауыстырып аламыз. Ол үшін файл, сохранить как, осы жерден сақтайтын орнымызды көрсетеміз. Мысалы, документтің ішінде болсын. Енді тип файлы. Тип файлымыз қазіргі жағдайда PowerPoint болып тұр. Енді біз оны PDF деген форматқа ауыстырып сохранить дейміз. Сол кезде біздің мынау жаңағы PowerPoint-та жазғанымыз PDF форматқа міне ауысып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мынау PDF форматқа ауысқан түрі. Енді біз осыны жаңағы электронды кітабымызға апарып қоямыз. Ол үшін не істейміз? Мен мынаны қазір жаба тұрайын, жауып қояйын. Енді біз осы программаны ашамыз. Ол, мынау көріп тұрсыздар, мынау кітаптың белгісі тұр. Flip PDF Professional деп тұрған. Осыны үстін 2 мәрте басып ашамыз. Бұл программаның орнатылу жолы алдыңғы кіріспе сабақта көрсетілген. Бұның орнатылу жолының сілтемесін описание бөліміне қойып қойғанмын. Сол жерден алып орната бересіздер. Бүгінгі сабағымыз бірінші сабақ. Негізі бұл электронды кітап жасау 2 сабақтан тұрады. Бүгінгі сабағымыз бірінші сабақ, келесіде 2-ші сабақта түсіретін боламын. Міне осылай ашқаннан кейін, мына жерге қарасаңыздар, кітаптың бейнесі, логотипі тұрады. Енді осы жерде создать новый деген үстін басамыз. Яғни біз жаңадан жаңағы электронды кітап жасайын деп жатырмыз. Сол үшін создать новый дейміз. Енді осы жерде астына қарасаңыздар, мына жерде демо деген бар. Яғни демо дегеніміз жалпы осы кітаптың жүру барысы қалай жасалады. Былайша айтқанда, осы кітаптың жасалу мазмұны. Енді қарасаңыздар, міне бірінші бетінде осындай бейнелер қойып қойға болады. Және бұлай ашқан кезде бірінші кітаптың өзіміз мазмұнын жазып қоюымызға болады. Енді сіздер қалай құрастырып жатырсыздар, солай осы жерге түсетін болады. Екінші бетін ашқан кезде, мына жерде мынандай бір белгі бар. Яғни бұл белгіні басқан кезде осының ішіне бір дыбыс шығады, әуен шығады, немесе алдын ала жазған дыбысымызды осы жерден көрсетсек болады. Немесе бұл әр парақтың бетіне өзіміз арнайы суреттерді қойып қойсақ болады. Және бұл жерде, мысалы, мына парақ ашылған кезде, екінші парақта осындай үстін басып қалған кезде, сол жерден бір видео көрсетілетіндей, немесе әр парақтың бетіне, мысалы, мынандай үстін басқан кезде, сурет шығатындай етіп, бір кереметтей, бір
электронды кітап жасауға болады. Қалған жақтарын өздеріңіз осы демодан көріп ала бересіздер. Енді біз жалпы бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бірінші сабағымызды бастаймыз. Міне, создать новый деген үстін басамыз. Басқаннан кейін просмотр деген шығады, соның үстін басып, баяндама қаңтар оқу деген жаңағы мен PDF форматқа ауыстырғанымды осы жерден қойып, открыть батырмасын басамыз. Енді осы жерде ештеңеге тиіспейміз, все страницы деген тұра береді, енді импортировать сейчас дегеннің үстін басамыз. Осы кезде біздің жаңағы PDF форматтағы жасаған дүниеміз осы жерге келіп, жүктеліп түседі. Міне көріп тұрғандарыңыздай жаңағы PDF форматтағы біздің жасағанымыз осы жерге осылай кәдімгі бір кітап сияқты болып түседі. Енді оны мына жерден былай бассақ, міне парақ болып ашылып жатыр. Ал енді бүгінгі сабағымыз, бірінші сабақ жалпы осы парақтың енді фонын, темасын қалай өзгертеміз сол туралы болады. Енді осы жерде төбе жағына қарап тұрсаңыздар, жоғарғы жағында вид деген бар. Видті басқан кезде, мысалы сіздер алғашқы рет орнатқан кезде мыналардың барлығы болмай тұрады. Сіздер оны орнатып болғаннан кейін бірінші осы видтің ішіне кіріп, осы жердегі мына жердің барлығына мындай галочка қойып шығамыз. Фоны шықсын, цельный, помощник. Міне осылай барлығын қойып аламыз. Енді бірінші бізге настройка оформления. Біз бұл кітаптың оформлениесін жасауымыз керек. Ол үшін мына жердегі тема дегенге кіреміз. Тема деген жерге кірсек, бізге түрлі темаларды көрсетіп береді. Тема дегеніміз ол мына кітаптың артқы бетіндегі темасының түсін өзгерту. Мысалы, мен мына түсті қоятын болсам, осының үстін 2 рет шертсем, мына артқы түс осындай көк түске айланды. Немесе басқа, мысалы, мына үстін 2 рет бассақ қана ол қойылады. Міне мынау бір басқаша бір қатты сияқты болып көрініп тұрады. Міне осылай өзіміз қалаған бір теманы қоя аламыз. Егер ұнатып қойған темаңыз сақталып қалсын десеңіз, мынау применить изменение дегенді басып отырасыздар. Енді мен мынаны қоя тұрайын, применить изменение. Жаңағы өзгертулерімді сақтаймын. Енді келесі бұл темасы туралы артқы мынау темасын ауыстыру. Енді фон, мүмкін тема емес, мүмкін бір фонын басқаша қылып қойғыларыңыз келетін шығар. Мысалы, мынандай қойсаңыздар, артқы фоны осындай көк болып тұрады. Немесе жасылды қойсаңыздар, жасыл болып тұрады. Немесе мына бір рет қойсаңыздар, осындай фонға ауысып, қалаған фондарыңызды қоя аласыздар. Енді цены деген бар. Цены дегеніміз ол бір кітаптың беті ашылған кезде бір анимацияланған бір мына жерде өсімдіктер екен. Сол қойылып тұрады. Мысалы, мынау жасыл жапырақты қойсам, міне көріп тұрсыздар ғой, мынау әр парақты ашқан кезде осылай анимацияланған мынандай жапырақтың суреті тұрады. Немесе басқасын қойсаңыздар болады. Мысалы, мен мына бір бұлтты қойып көрейін. Мынау бұлттардың жүріп бара жатқаны, немесе қазір сіздерге білсем, мына бір рет қойып көрейін. Бұл да мына кітаптың артындағы фоны бір жапырақтардың түсіп тұрған сияқты. Осылай өздеріңіз қалаған фондарыңызды қойып қойсаңыздар болады. Әр қойған кезде применить изменение басып отырасыздар. Мысалы, мен осыны қалдырайын. Енді бұлар жалпы осы кітаптың артқы темасын, фонын өзгерту еді. Енді келесі бізде мына жерде помощник деген бар. Помощник дегеніміз көмекші, Мысалы, сіз бір бастауыштарға бір сиқырлы кітап жасап жатқан шығарсыз, бір келесі, мысалы, бір беті ашылған кезде, немесе мына беті ашылған кезде, осы жердегі мына көмекшілеріміз бір сөйлеп түсіндірсін, Мысалы, оқушылар дәстүрлі оқыту дегеніміз мынандай деп, мысалы, түсіндіретін өзіміз дыбыс қойып қоюымызға болады. Яғни біздің көмекшілеріміз осы жерде осыны айтып тұрады. Яғни сіздер бұны электронды кітапта жасамас бұрын алдын ала компьютерлеріңізге барлық жасайтын материалдарыңыздың барлығын компьютерлеріңізге дайындап сақтап қойып қоясыздар. Енді мысалы мен бұл жерде 2 помощник бар екен, мистер Джем және Юлия деген. Осы екеуінің біреуін алып қояйық. Мысалы мен Юлияны қояйын.
Үстінен 2 мәрте басамыз. Енді бүйтіп жатыр, иә. Записывать звук в первую очередь, бірінші кезекте дыбысыңызды жазыңыз дейді. Запишите сейчас, қазір жазасыз ба депті. Да деген үстін басамыз. Енді қай парақта, page деп тұр ғой. Яғни бұл парақтар, бірінші парақ, 2 мен 3-ші парақ деген. Яғни сіздің көмекшіңіз қай парақ ашылған кезде сөйлесін деген сөз. Мысалы, мен 2 мен 3-ші парақ дегенді белгілеймін. Сосын осы жерден импортировать аудио существующий файлы деген үстін басып, алдын ала мен өзімнің жазып дайындап болған дыбысымды осы жерге әкеп қоямын. Ол үшін 3 нүктенің үстін басып, жаңағы жазып болған, дайындап болған дыбысыңыз қай жерде тұр, соны әкеп көрсетесіз. Мысалы, менде мына жерде тұр. Открытті басамын. Енді осы жерден тыңдап алсаңыз болады, қандай дыбыс екенін. Енді осыны применить деп қоямын. Онда применить қойған кезде біздің көмекшіміз мына жерге шыға келді. Міне, 2-ші, 3-ші парақта ол өзі сөйлей бастайды. Стоп етіп қазір тоқтатып қояйын. Не енді келесі парақ ашылған кезде ол сөйлемей тұрады. Біз тек 2-ші, 3-ші парақта ғана сөйлеуге қойғанбыз. Не қалған бетінде осылай тұра береді. Жалпы осылай бүгінгі бірінші сабағымыз. Бүгін кітаптың жалпы темасы, фоны, көмекшіні қалай қою туралы болды. Енді келесі 2-ші сабағымызда ары қарай тағы да бір керемет нәрселерді жасауды көрсететін боламын. Сау болыңыздар.